Ал мейлі, не етіп атыр екен, жазып атыр екен. Жазса онда былай істейік. Мынау қаланың ең биік жеріне. Қаланың ба әйтеуір осы біздің мен ауыл жағындағы ең биіктеу жер. Осы жерде мынау артында қала, төменде қалады. Бұлай айналсақ, мынау арт жағында орман. Осындай әдем көрініс. Бұл бірдейік. Көрініс. Бір көрсетіп қояйық. Осындай бір жақсы көрініс. Не қылдаймыз енді? Топтан шықтым. 10 бұғылат істеген тобымыз бар еді. Ел шықпайды, көбінесе ешқандай белсенділік танытпайды. Сурет ілсең, видео ілсең, бір қарайды да қоя қойды. Кішкене бір түрлі екен, өзің мақтаныш. Ол бір топ болғаннан кейін адамдар қосылып, мен де мынадай болып жатыр. Бұл жақта ешқандай мақтаныш болмау керек та. Топта жүрсің ба, ешқандай мақтаныш ештеңе жоқ. Жай өмір жүзі, сен кедейсің ба, сен байсың ба, сен әр түрлі ғой енді. Өмір деген сол. Сондықтан топтан шығып, бір өзім қазір көкесін көрсеңіз деген бір канал аштым. Бірақ ол жекеменшік. Тек қана шақырумен келеді. Ал енді андай бір толығымен қоғамдық бір канал ашуға да онды ойлап жүріп, өйткені көкесін көрсетеміз деген, енді ол көкесін істеп отыр, соны көрсетеміз. Ешқандай басқа ой жоқ жаңағы. Сондықтан ешқандай комплекс болмау керек та. Сол. Міне қазір енді бүгін жолға дайындалып, мына жақта бір қанша километр екен? Бір 4-5 километр жерде, бір жерде біреу бір нәрсе алу керек еді да. Соған жаңағы бүгін мынадай жаңағы арба жасап, мына белсебетімен байлап алатын. Сол арбамен қазір соны алуға кетіп бара жатырмын. Жолай осы биік жерден өтетінін білемін. Сондықтан осы жерде бір түсіріп алайын деп, бір кішкене ойымдағы ойсыз оймен әйтеуір бір-екі ауыз сөз жазу керек. Соны жазуға осы жерге келдім. Анау видеокамерамда да алдым. Кішкене жақындатып көрсететін бір мынадай бір көріністерді. Бірақ аса көз жоқ екен да, көз жанарымыз әбден енді сөңген деп айтпаймыз, бірақ жанарымыз солып келе жатқан сияқты. Сондықтан бір ота жасау керек. Сөйтіп жөнге келтіріп, сол кезде жаңағы кішкентай экраннан көруге болады. Мейлі, жақсы, осымен тоқтатайық.